3 жыл қатар тапсырып, 3-ші жыл дегенде түсіп. 3 жыл бойы түсе алмадыңыз сонда. Газды полға дейін басып ұру керек дейсіз ғой. 100% потенциалын пайдаланып. Алғашқы миллиард жинаған киноның операторы болып тұрсыз. Қазір отандық фильмдердің біраз енді шүкір халық қолдап, деңгейде көтеріліп жатыр. Уже сіз де ана камераға ойнаған кездерін сезіп тұрасыз. Өтіп жатыр, өтпей жатыр. Кадрларыңыз толықтай көзіңіздің көңіліңізден шықты ма? Енді әрқашан көңілден шығады деп айта алмаймын. Қандай камера және қандай объектив болды? Камера сол Alexa 35 кейін шыққаны и Master Prime. Қазір енді Кинопоискқа сіздің атыңыз жазсаңыз біраз кино шығарып береді. Мына жердің бір жартысынан көбі Кинопоискта бар. Яғни бұл дегеніміз қыздардың шансы бар ма оператор болуға? Керек, болу керек. Өйткені олардың да шектеуге болмайды. Тек бұл кино индустриясын дамытып жүрген бірден бір ағаларымыздың бірі Қанатжан Мырзағалиев ағамыз. Келгеніңізге рахмет. Ал баршаңызға қайырлы кеш, қайырлы күн достар. Кім қай уақытта көріп отыр? Сіздермен бірге Бағдәулет Абжатов. Бұл Бай Қазақ подкастының кезекті шығарылымы, және де бізде бүгін Қазақстан кино индустриясында өзінің орнын алтын әріптермен қалап қазақ киносын жалпы дамытып жүрген ағаларымыздың бірі. Мына жерде үлкен бір постерлар жатыр, мына жаққа параққа да сыймай жатыр, мына жерге шығаруға. Сонеге ағамыздың құрметіне шығарып қойдық. Қоржында 30-дан астам фильм бар. Және кеше 1-2 күн бұрын ғана Америкадан келіп, үлкен жобамен жұмыс жасап келіп отырған біздің оператор ағамыз Қанатжан Мырзағалиев. Қанатжан аға, жалпы өзіңіздің осы шығармашылық өмірге, шығармашылық өнерге не әкелді? Қай жердің тумасысыз? Жалпы сол туралы бір айтып өтсеңіз. Қазақстан Республикасының Нөгіс қаласында туылғам. 1987 жыл. Сол жақта оқу бітіріп, сол арман қуып, осы Алматыға өнер, осы кино саласын, оператор мамандығын зерттеп, соны келіп оқуды, осы саланы бастау үшін осында келіп, өнер академиясына 3 жыл қатар тапсырып, 3-ші жыл дегенде түсіп, шүкір, міне осы соның еңбектің жемісін жеп келе жатыр. 3 жыл бойы түсе алмадыңыз сонда? 3 жыл қатарынан тапсырғанбыз, Мәссаған. Бірақ мойымай, арманға тағы да алдыға ұмтылып, мен қайткенде де осы мамандыққа түсемін, осы мамандықты оқимын, кино саласын оқимын, өйткені кино және телевидение факультеті оқытты бізді. И телевидениеға бару оңай, киноға бару қиын деп айтатын. Даже мысалы 10 студент оқысақ та, оның бәрі киноға кетпейді деп айтатын мастер. Сол кезде мен ойланып, неге біз кино үшін келдік, неге біз кино саласына кетпеуіміз керек деген өзімде ой қалыптасты. Қандай қиындық болса да, жолы қиын, ауыр болса да, мен осы кино саласына кетем, до конца барам деген өзімнің бір талпынысым болды. Соны сол жолмен, қиын болса да, осы жолмен келе жатырмыз. Әр жобаның өзінің бір қиындығы мен қызығы қатар жүрді бізде. Кейде күннің ыстығында жұмыс істейсің, кейде күннің суығында жұмыс істейсің, ол әрқашанда условия бола бермейді. Сол өз білмеймін, осы мамандықты шын сүйгеннен ба, бәріне көніп, қиындықтарға төзіп, осы дүние жақсы шықса екен деп, қолдан келгенше максималь жұмыс істейміз. Спортсмен сияқтысың ғой. Күнде дайындалу керек. Мысалы, кинодан бос кезде просто отырмай, ізденіп, фильмдер қарап, әртүрлі жанрды қарап, әртүрлі режиссердің жұмыстарын көріп, бос кезіміз соны дайындықпен уақытымыз кетеді. И түсірілім барысында сол дайындықтың көмегі көп тиеді. Оқу туралы толықтап айтып кететін болса, грантты оқыдыңыз ғой, получается, 3 жыл бойы сол грантқа түсе алмай, грантқа түстіңіз. Менде мақсат оқуды, ойдың бәрін, күштің бәрін сол оқуға салсам деген өзімнің ниетім болды да. Енді түсінем, жаңа платныйға түскен кезде адам ойы бөлініп, оқудың ақшасын төлеу керек. Студенттер көбінесе жеке жұмыс істеп кетіп жатты ол кезде. И оқуға тек экзамен тапсыратын кезде келеді да, былай творческий моменттерде қалып қалып жататын. Сол ой болды. Платныйдан бөлек лучше келесі жыл грантқа түсудің амалын жасайын деп, сондай мақсатқа барып, енді уақыт болсын, жылдар қиып, әйтеуір шүкір. Ештен кеш жақсы дейді ғой. Фокусты жан-жаққа таратпай, сол білім алу үшін, жаңа ақшасын қалай табамын, там той түсіріп кетпейін, басқа түсіріп кетпейін деп, ниет именно грантқа түсу болды. Соған түстіңіз. Шүкір. 4 жыл. 2013 жыл түсіп, 2014-те бітірдік. Содан былай қарай, Вузыры сериалы болды, содан
сериалдарда жұмыс істеп келіп сериалдар, клиптер. Жалпы вузердің өзі де Қазақстанның алғашқы сериалдарының бір десек болады. Ол кезде 5D Mark 2-лар шығар, Mark 3 ма, Mark 2 ма? Canon C300 деген камералар. Иә. Сол камера. Өзіміздің Берік Шынтеков деген ағамыз бар. Сол кісінің техникаларымен, сол кісінің несімен, қолдауымен сол сериалдарда жұмыс істеп шықтық. Содан шүкір, әйтеуір қолдап келе жатыр ағаларымыздың өзінің нұсқасымен. Ануар Матчанов деген ағамыз бар. Біздің топовый режиссеріміз енді. Өте талантты. Бір жағынан ағамыз, бір жағынан сыншы дейді ғой. Ең бірінші сол ағамызбен ақылдасамыз, осындай дүние істейін деп едік деп. Сол ең бастысы осындай ағаларымыздың арқасында осындай қиын жолдардан әйтеуір өтіп келе жатырмыз. Бағыт бағдармен ағалардың қолдауының арқасында. Яғни барынша еңбек бәрін жембек деп тоқтамай ұру керек дейсіз ғой. Енді Қанатжан ағамыз тағы бір миллиардер деп айтсақ болады. Алдыңғы подкастта бізде Рысқұл сценарист бауырымыз болған. Ол да бір миллиардер деп айтсақ болады. Не үшін бұлай айтамыз? Өйткені Қанатжан ағаларымыздың соңғы түсірген жұмысы қолынан кесе алып қаш толық метражды фильмі уже миллиардтан асты. Керемет, өте керемет нәтиже. Өйткені сіз Қазақстандағы алғашқы миллиард жинаған киноның операторы болып тұрсыз. Ол неке Ұлы дала комедиясы. Одан кейін қазір неше кино сіз түсірген миллиард жинады? Нұрлан ағаның жобалары миллиард. I go to school. I go to school бар, бизнес показать в Турции бар. Қазір отандық фильмдердің біраз енді шүкір халық қолдап, деңгейде көтеріліп жатыр. Аудитория аз болса да жақсы касса жиналып жатыр. Уже қазақ киносы дамып жатыр. Бізде қазақ киносы бұдан 10 жылға қарағанда кәдімгідей қазір біраз деңгей. Негізі өте тез дамып жатыр десек болады. Ол жағынан жақсы. Ресейге қарағанда, біраз елге қарағанда біздің киноның сапасы жағынан, актерский состав, школа жағынан бәрі жақсы. Енді осы жерде қолынан кесе алып қаш фильміне тоқтайтын болсақ, мысалға оператордың жалпы осы кассаға деген түсірілген жұмысының бір септігі тигізіле ма? Бір прямой, мысалы сценарий енді бір жақсы үлкен үлес бар десек болады енді касса жинауға. Вот именно оператордың түсірген жұмысы касса жинауға бір септігін тигізе ма? Оны ол жағын точно айта алмаймын, бірақ ең басты бізге қойылған задача ол жаңағы сценарийдегі действияны режиссер мысалы былай көріп тұрмын, оқиға былай болсын деген кезде біз соны мүмкіндік барынша жасап, актерлардың ойыны жақсы көрінсін, эмоциясы жақсы көрінсін, соған жұмыс істейміз. Енді біздің ниет әрқашан жақсы дүние болса екен, халықтың көңілінен шықса екен деген ниет қой ең бастысы. Яғни ол жерде басында сізге режиссер келген кезде, мысалы операторды кім таңдайды негізі? Продюсер таңдай ма или режиссер таңдай ма? Режиссер таңдайды. Режиссер таңдайды, мен осы ол жерде Дархан Сәркенов ағамыз режиссер болды. Өйткені Ұлы дала комедиясының режиссері. Екеуміз бірігіп жасаған жоба. Содан әйтеуір бірігіп жұмыс істеп келе жатырмыз арасында. Бірақ енді осы жобаның режиссері болды, сонымен ақылдасып енді не дейді? Коннект дейді ғой, режиссер мен операторда коннект болу керек ең бастысы. Бір-бірін түсіну, көзқарас, ойын тез ұғып алып, тез шешім қабылдау керек. Оперативный моменттер, жаңағы форс-мажор дейді. Сол моменттерде тез шешім қабылдап, группа уақыт ұстамауымыз керек қой біз. Менің ойымша ол кино сіздің карьераңызда бір өте тез түсірілген кинолардың бірі болған секілді. Өйткені режиссер мырзамыз бізге Дархан камераны штативпен емес, телегамен емес, камераны лайф, біз с руки с плеча деп айтады. Сол форматта жұмыс істеп көрейік деді. Даже машинаның проездкаларын көрген шығарсыздар. Камераның өзі получается более лайф, қозғалып, более живая камера деп айтамыз ғой, ручная живая камера, чтобы зритель актермен бірге сол қозғалысты көріп отырады да. Неше күнде түсірілді? 14 күндей, 15 күндей болды. 14-15 күннің ішіне түсіріліп болды, Негізі бұл толық метражы үшін өте бір тездеу срок десек болады, орташа ма? Енді сондай тапсырма болды, осындай срок. Бізде енді қазір фильмдер көп түсіріліп жатқаннан кейін актерлардың уақыты ауа райына байланысты деген сияқты. Бұл жерде задача болды ма негізі бастан? Осы фильм атсын, давай осыны ақша табайық деген сияқты бір задача болды ма? Тез-тез түсіріп тастайық, ақша табайық деген. Ондай емес. Максималь өз жұмысымызды дұрысынан бір от души дейді ғой,
көңілді, ешқандай не болған жоқ, негатив болған жоқ. Барлығы бір осы идея үшін за идея жұмыс істеді аслында. Актер состав жақсы, химия жақсы, игра жақсы. Соларға байланысты сол ну, конечно, сценарийдағы динамика бірінші, и екінші актер состав. Солармен бірігіп бір волнада жұмыс істедік. Кейде болады там съемочный группа бөлек, актерлар бөлек деген сияқты. Бұл жерде барлығы бір тандем болды. Актер состав тоже бір дубльдан, екі дубльдан. Өйткені олар ары қарап, олар қинаудың да қажеті жоқ. Өйткені игра жақсы болып тұр, состав жақсы, ойын жақсы. И біз максимально сол бірігіп бір волнада жүрдік қой, былай қарасақ. Осы жерде оператор мысалға болмай қалды да дубль актердің. Сол кезде операторды айта ала ма? Болмады деп. Сіз мысалы технический дубльді айта аласыз ғой. Но именно игровойна тоже сіз кейде араласуы мүмкінсіз ба? Негізі енді ұсыныс жасаймыз, режиссерға келіп, осындай көңілден шықпай тұр, да бір дубль сұрап көрсек бола ма деп. Кейде режиссер жарайды, сонымен актердан өзінде бір эмоциональный моменттер болды, жаңа герой. Бұл кісінің намысына тиіп айтатын тексті бар ғой. Ну, ажырасқансың деп осында. Сол кезде намыстан өзі сонда бір эмоциональный сахнасы бар. Өзіңіз көрген шығарсыз. Көрдім. Сол моментте айқалайтын. бізде более такой средний планмен түсірілді, біріншісі. Средний общий план. И ол уже максимально өзінің энергиясын беріп тастады, мысалы. Сонымен уже мына кадр болды деді. И мен уже средний план түсіріп тұрған кезде уже ойладым, тағы бір кадр түсіру керек, крупнее. Ну, что зрительге әсерлі болсын, өзінің жақсы эмоциясы жақсы көрінсін деген өзімде ой болды. Сонымен режиссерға барып сұрадым, крупный план түсіріп алсам бола ма деп. И ол кісі айтты, актриса максимально өзін неғып тастады, энергиясын. Өзінен бір ауыз сұрап көр, егер ол иә десе түсірейік деп. Сонымен Зарина, рахмет сізге. Бір ауыз бардым, сұрадым, осындай крупный план керек еді, түсіріп алсам бола ма? Сіз тағы бір момент ойнап бересіз бе деп. Ол кісі профессионал болғаннан жоқ деп айтқан жоқ. Хорошо түсірейік деп соны қолдады. Сонымен сондай моменттер. Енді ол тағы да сол фильм үшін, көрермен үшін ғой, тағы да ең басты нәрсе ол көрермен үшін. Өйткені бірінші зритель көрермен біз ғой, камераның артында. Қаншалықты бізге әсер етіп жатыр, соның бағытында жұмыс істейміз да. Уже сіз де камераға ойнаған кездерін сезіп тұрасыз. Өтіп жатыр, өтпей жатыр там. Сенеді, сенбейді. Қосымша кадр керек болады, керек болмайды. Уже мен өзім как творческий адам етсіз, через монитор көріп тұрамын. Кадрларыңыз толықтай өзіңіздің көңіліңізден шықты ма? Енді әрқашан көңілден шығады деп айта алмаймын. Өзіміздің жұмыс өзімізге всегда ұнамайды. Өзіміз бірінші сыныпшы болғаннан кейін мына жерде былай түсірсем болатын еді деген ой болады әрқашанда. Я ол толық фильм көңіліме шықты, өзімнің менің жұмысым деп, білмеймін, бүкіл оператор менімен келісетін шығар. Моменттер болады, жаңағыдай кейбір минустарымыз болады. Ол кейде форс-мажор уақыт асығыс кезде тез неден шығу керек, там уақыт болады, там таң атып баратады деген сияқты режим болып жатады. Сол кездерден шығу үшін енді біз максимально жылдам жұмыс істейміз ғой. Ол жерде енді анау түнгі сахналар қалай болды жалпы? Негізі Голливудта сіз түсіріп келдіңіз кеше. Түнгі сахналарды явно үстіне бір шар іліп не қылып қояды. Бұл жерде ондай бір приспособление бірдеңкелер болды ма, әлде тек болды. Болды, жоғарыдан свет қою. Ана алаңда поляда қуатын жер бар, қашатын жер бар, соғатын жер бар. Ол жерде біз арнайы сондай жер таңдадық, чтобы қырдан прибор қойып немен, скайлифтпен. И өзіміз сол нені погоняны, машина соғатын жер, потом оны қазып көметін жері бар ғой. Сол кезде қанат оянып кететін жер бар. Соның бәрін сол сайға арнайы сол жерде таңдадық. Чтобы біз сол биіктен прибор направить етейік, сол жерге более такой лунный свет жасайық деп. Өйткені поляда ай түспейді, ондай жарық болып секпесі ғой. Бәрі провал қараңғы болып кетеді. Соның үшін сондай бір арнайы жер таңдады. Ол әшейін барып түсе салған жоқпыз. Жаңағы дайындықтың кезінде соның бәрін арнайы қарап, соны есептеп, уже сызып, дайындап, тура сол өзіміздің ойлағандай барып түсірдік. Бәрі сол жақсы шықты. Қандай камера және қандай объектив болды? Камера сол Alexa 35, кейінгі шыққаны, и Master Prime. Ари Master Prime, Ари Master Prime. Яғни ол светосильный объектив қой. Түнде светосильный оптика. Енді біздің аскаронусный операторларымыздың қолданатын оптикалардың бірі. Бағасы да қымбат,
бірақ картинкасы өте жақсы. Жалпы былай осы фильмға бір соңғы сұрақ. Получается, режиссер келіп сізбен келіседі. Вот давай деп. И гонорарды да айтатын режиссер ма или ол ар жақта продюсермен? Гонорар уже продюсермен келісесіз. Продюсермен келісемін. Бұл жерде тек группаны бәрін сол продюсерлер енді жинап дайындап береді. Баға жағына. Ал режиссермен тек творческий ғана вопрос сөйлесеміз. Бұл фильмда сіздер тоже мысалға режиссерлар кейде процентқа кіріп жатады ғой. Бұл фильмда сіздер кірген жоқсыздар ма процентке? Жоқ, бізде ондай әлі практика жоқ па? Онда практика жоқ. Енді болмаса біз әлі ондай. Яғни Қазақстанда операторлар жаңа продюсерлермен қосылып доляға кіру деген ондай жоқ па? Ол енді келісімге байланысты. Енді ондай да болып жатқан шығар, бірақ енді өзі басым әлі естімедім. Яғни режиссерлар көбінесе болады ондай, Ондай практикада болады, бірақ именно оператордың келіскенімен әлі хабарым жоқ екен. Яғни жаңа сұрақтың түйіндейтін болсақ, оператор в любом случае көрерменнің көзін направлять ететін адам ғой енді. Значит, сіз жаңа кейде жаңа крупняк алу арқылы көрерменге сол сахнаны толыққанды жеткізесіз. Яғни бұл жерде енді бір какой-то доля болса да, значит, кассаға сіздің де оператордың жалпы үлесі бар десек қателеспеспіз? Енді солай шығар. Өйткені енді сырт көз білет. Енді сіз өзіңіз айттыңыз, Қазақстанның көрерменнің негізі бұрындары, мысалы, көрермендер тек актер үшін баратын еді киноға. Блогер, бірдеңке, біреу болса, барам дейтін еді. Қазір уже тым көп бір актерлар түсіп кеткен соң ба, уже халық сценарийда уже талғамы бар. Уже қазір енді картинкаға жай өтіп жатқан секілді, Там анимация, цветокоррекция кейін келе береміз, но қазір уже кадрды көре біледі халық. Көрермен сол ненің болып жатқан фильмнің ішіне бірге кіріп кетсе, сол алаңдамай. Біздің жұмыс алаңдатпаса, ол жақсы фильм деп айтылады, негізі. Енді жаңа сіздің шығармашылық жолыңызға қайта оралсақ, бірінші камераңыз қандай болды? Бірінші камерамыз кинода ма? Жалпы бірінші камера осы универ бітіргеннен кейін, сериал болсын, клип болсын. Canon C300 болды, Mark 2, Mark 3. Ол кезде жарықтардан кинофло деген дәу лампылар. Кинофло болды, Сіз сол кездегі жарықтармен, сол кездегі жүрмейтін рельстармен жұмыс істеп үйреніп, қазіргі техника сізге бір андай слишком оңай шығар, Қазіргі поколение, қазіргі буын дейміз ғой, қазір келе жатқан жастарға мүмкіндік өте көп. YouTube'да бар біраз информация кино жайында. Техника жағынан өте жақсы көп мүмкіндіктер бар. Кезінде енді цифровой камера енді келіп жатқан кезде біз оқып жүрдік қой. Флешкаға түсіру деген. Ол одан алдын кинопленкаға түсірді. Пленкаға түсірді. Түсіріп көрдіңіздер ма сіздер пленкаға? Пленканы енді біз пленка уже кетіп жатыр, жаңа не дейді, соның біздегі кинопленка фотомен Зенит деген фотоаппарат түсірдік. Бірінші курста ғана түсіріп көрдік бұл. Одан кейін уже цифровой камера келді, соны қолданып үйрендік, соны қолданып бастадық. Ол кезде енді цифровой камерада дубль жасай бересің, удалить етесің. Пленкада жасай алмайсың. Ол пленкада мүмкіндік, барынша бір 2-3 дубль жасайсың. Яғни мынадай киноның көлемін түсіру үшін алдымен сіз көмекші жолынан, ассистент барлығынан өтіп шықтыңыз. Яғни ол өту маңызды дейсіз ғой, чтобы біреудің алып саған тапсырған аманат киносын қанша ақша жұмсап жатқан құртып, жаңағыдай быт-шыт қылып, кейін көріспей кетпес үшін бірінші практикадан көп өтіп алу керек, дұрыс. Енді сізге оператор не үшін оператор мысалға? Сіз өзіңіз айтып отырсыз, Алматыға арман қуып келдіңіз. Енді жұмыс көп қой. Тем более 2010 жылы ол оператор мамандығы Қазақстанда жалпы кино жоқ еді ғой, 10 жыл. Менің ойымша енді кинотеатрларда болып жатқан шығар енді, бірақ бір санаулы кинолар еді ғой, қазіргідей көп емес. И сізді не осы мамандыққа именно жетеледі? Жалпы сіздің кішкентай кезіңізден бір какой-то бір предпосылдар болды ма, осыған бір намектар болды ма? Мен мысалы өзімді кеше осы самолетте Дубайдан қайтып кетіп есімде не алсам, мен каждый киноның соңында экзекутив продюсер деген сөз бар ғой, соны қарайды екенмін ше. Енді келіп жатыр маған ше. Мен бүкіл киноның экзекутивтарын күтіп отырамын, ең соңында шығады ше. И сөйтсем ол продюсер деген сөз емес, мен исполнительный продюсер деген сөз ғой. И жалпы өзімде қазір продюсерлыққа кетіп жатырмын да.
сонда бір какой-то намек болған да, и сізде де бір какой-то кішкентай кезіңізден бір намек болды ма? Мен негізі енді бала кезімізде сурет салуға қызықтық. Искусство дейді жаңағы. Сурет салып, изображение. Сол кезден қызығушылық пайда болды негізі бұл мамандыққа. Енді ойладым, мен художник болып кетемін ба, или сол мамандыққа тапсырамын ба, суретші боламын ба деген өзімде ой болды. Бірақ енді жаңағы камера шығып бастады, фотоаппараттар шығып бастады. Соларды көріп, соларға қызығушылық пайда болды. Содан енді интерес сол. Потом енді бала кезімізде енді біздің өзіміздің кезіндегі фильмдер болды ғой. Голливудтың фильмдері бар мысалы. Солардың бәрін көресің. Индийский кинолар ма? Олар бар енді бүкіл экшн фильмдер бар. Олардың бәрін көресің, қызығасың, қалай түсірген. Сол себеп болды деп ойлаймын, қызығушылық қой. Бала кезімізде. И Алматыға келіп выбор болды. Художник, оператор дегенде, иә? Или болды сразу? Оператор. Сразу оператор боламын дедіңіз болды. Оператор мамандығын оқуға түсем деген ниетпен. Соны көрем. Өйткені жаңа айтып отырмын ғой, аға буын ағаларымыз уже өнер академиясында оқып жатты. Оның бірі Анвар Матчанов деген ағамызға үлкен рахмет. Сол ағамыз өзі жолын көрсетіп, айтып, осындай өзің қызығасың, осы мамандыққа оқуға түс, осы мамандықтың ыстығына күйіп, суына тоңып, осыны көр деп, өнер академиясына өзінің бір несін ақылын айтып, сонда барып тапсыр деп, өзі тапсырмаларын қандай творческий задачалар жасау керек, соның бәрін осы кісі айтатын. Сол ағамыздан барып, енді бос кезімізде барып сөйлесіп, ақыл кеңесін тыңдап, сол заттарды түсіріп, өзі фотозадачалар дейді ғой біздің, таңның атқаны, күннің батқаны, или там архитектура, режим бар, момент бар, репортажный фотолар бар, қаланың көрінісі деген сияқты. Соны тапсырмалар беретін, соларды барып түсіріп, апарып, ол жақта мастерлерге көрсетіп, солай басталды. Енді осы жерде сұрақ, жалпы, қазір айтып отырсыз ғой, режиссер айтады сізді, міне Қанатжан болсын дейді, продюсер уже сізбен келіседі. Осы жерде жалпы Жүргеновті болсын, Тұранды болсын, басқа жерді болсын, операторларға бір үлкен подсказка, бұл тиімді мамандық па Қазақстанда? Енді бірінші ақшаны көздесең болмайды негізі. Бірінші өнерді, осы творческий взгляд, творческий подход болу керек. Багаж жинау керек, ақша болсын, абырой болсын, келе береді. Бірінші сен өзің атыңа жұмыс істеу керексің. Ну, жалпы давайте енді осы жерде бір нескромный сұрақ дейді ғой. Жалпы Қазақстанда оператор, точно цифр болмаса да диапазон. Условно, ладно, мына жерде бір таныспен, досыңызбен, мысалы Төреғалидың алғашқы фильмі. Бұл жерде де Дархан Саркенов режиссер болды. Бұл жерде де о кісі ұсынып тұр сізді, получается. Сол жылдары, условно, мына қазір алатын гонорарыңызбен, қазіргі киноға алатын гонорарыңыз өсті ма? Иә. Аха. Әлдеқайда өсті. Иә, өйткені ол сіздің сосын алғашқы фильміңіз бе еді, ұлдала? Жоқ, Жена не стена деген жоба болды. Алғашқы Асқар Бейсенбин деген өзім. Әсел Садуақасовамен. Иә. Дәурен Айдарқұлов, ол режиссер Асқар Бейсенбин ағамыз сол жобаны сеніп тапсырды Әсеге. Осы жобаны сеніп тапсырды Әсеге. Бірінші толықметражды фильм, оған дейін сериалдарда жұмыс істедім. Сол Асекең айттым, Асқар ағамыз осы жобаны жасайық, мен саған сенем, өзім қолдаймын, кемшіліктер болса айтып тұрам деп, сенім білдіріп, осы жобаны бастауымызға көмектесті. Асекең үлкен әсері бар, Асекең үлкен көмегі болды, Асекеңге рахмет. Иә, қазір енді Кинопоискқа сіздің атыңыз жазсаңыз, біраз кино шығарып береді. Мына жердің бір жартысынан көбі Кинопоискта бар. Яғни бұл дегеніміз жетістік өйткені. Но Құдай қаласа менде бір ниет болып тұр. Бұрын ана Брод KZ деген бар еді, білесіз ба? Сол бар еді да, қазір жоқ мысалы, енді қаражат жоқ па. И сол жерде мен бүкіл операторды, бүкіл бэкстейдж бәрін көретін да. Қазір бір ниет болып жатыр, бір IT платформа ашып, осылай киноның операторы туралы, мысалы даже Азамат Дулатов туралы да бір нәрсе іздейсің, сіздер туралы. Жалпы кино шығады, киноның операторы кім екені вообще айтылмайды ше. Сол да бір жағынан тоже обидно, да, потому что кадр енді ол үлкен составляющий киноның мысалы. Сол үшін сіздер туралы көбірек информация болса, көбірек жастар көріп, осы өсіп келе жатқан буын, мысалы Жүргеновте
қаншама адам жылына выпускать етіледі, алдында бір ақпарат бойынша 500 деді ме 400 деді ме, бүкіл мамандықпен ғой енді. Но соның ішінде оператор болып кеткісі келетін жандар көріп осылай болсам деген осылай жоба құдай қаласа жоспарда бар. Енді кинодан бөлек сіз қаншама клип түсірдіңіз. Енді сіздің любимый операторский приемыңыз бар, былай не деп айтады, соны голландский угол дей ма, завал дей ма, в общем горизонтты бұзып барынша мен бүкіл енді сіздің менің қазір шақырып жатқан қонақтарым барлығын мен биографиясын енді былай ішкі өмірлерін білмесем де шығармашылық жолын барлығын білемін ше. Сол сіздікінде бірінші жұмыстарыңыздан бастап жаңа УЗИРді де толық көріп шықтым, ол кезде шыны керек білмедім сіз түсіргеніңізді. Одан кейін енді уже клиптермен бәрімен көріп жүрмін ғой. Бір прием бар сіздің жаңағыдай. Ол қайдан келген идея жалпы, или бір жерден рефтан көрдіңіз ба, и не үшін ол завал угол? Именно сізден көрем, фишка. Білмеймін, режиссерлардың сұрағаны шығар деп ойлаймын. Өйткені кадрды көрсетесің ғой басында, осындай түсірсем, осылай түсіріп көрсем деп. Оларға ұнады, қолдады, сонымен сол в основном енді камера с руки клиптерді, енді задачаға байланысты, тапсырмаға байланысты. Штативпен, телегамен, ронимен, в основном сол лайф дейді, қолмен жұмыс істеп, камераның зрительге кішкене әсерлі болсын деп, сол стильде жұмыс істеп көріп, сол стиль ұнап, көбінесе сол стильмен жұмыс істеп кетті. Қолмен жұмыс істеген, қолмен түсірген жалпы ұнайды. Маған камераны көбірек өзіме не дейді, көбірек жақсы бағындырасың, сезінесің. И кадрды қою, композиция ұстау, біз экшн моменттерді көбінесе камера сүрке түсіріледі ғой, сол кезде более әсерлі болады. Экранға әсерлі. Тез дейсіз ғой, объектив ауыстырсаң да. Иә, мобильный, бізде енді экшн болғаннан кейін, сол моменттер өте жылдам болғаннан кейін соны үлгеру. Мен сол стиль өзіме ұнайды, сол стильмен көбінесе жұмыс істеймін. Жалпы осы клиптер мына 30 киноға деген бір дайындық болды ма? Яғни кино түсірем деген жандар үшін алдын ала клиптер түсіре берген, ол оның бір айтамыз ғой енді кино ол статика больше, клип ол динамика, ну сол менің түсінігімде. Енді ол бір жаңа сіз айтқандай мысалға фокусты тайдырып жібермей ма? То есть жас оператор буындар кино түсірем деп армандап жүргендер клип, реклама алып түсіре берсе дұрыс па? Негізі енді практикадан бастау керек, практика болу керек та ол үшін. Енді пока бірден толық метраж фильм түсіру, пока болмай тұрса, клиптен бастай берген дұрыс. Клип, ролик, сериалдардан бастау керек. Жаңа дейді, бір школа дейді, бұл да бір кішігірім школа. Содан өту керексің. Енді өткен ол жерде сен әшейін камера ұстамайсың, светпен жұмыс істейсің, техникалардың түрлерімен жұмыс істейсің. Қысқа болса да сол неден өту керек, периодтан. Потом уже в общем, не болса да, не түсірсең де жалпы осы площадкаға дайындала бер. Етіңді үйретіп, бір жұмысың екінші жұмысыңа ұқсамау керек па? Ең бастысы сол. Өйткені бір сенің жұмысың бір қалыпты болып кетсе, ол да болмайды. Ол да дұрыс емес. Енді осы жерде жалпы Қазақстанның командаларымен, мысалы сіз Индияда түсіріп жатсыз, жалпы Голливудта түсіріп көрдіңіз, ол жаққа енді бүкіл осы жақта 40 адам болса, 40 адам апармайсыздар ғой. Сол какой-то основной состав кетеді. И сол жерде Қазақстанның командасы мен Голливудтың командасы, немесе жаңа Болливуд дейміз ғой, Индияның командасы, қандай айырмашылықтар бар? Біздің әлі де үйренеріміз бар ма? Әлде принципе жақындап қалдық па? Жоқ, бізде қазіргі мамандықтар, жастар, түсірілім тобы дейді, осветительдер бар, гаферлер бар, деңгейі жақсы. Почти бірдей. Олармен даже олардан біз жылдам жұмыс істейміз. Тез шешім қабылдаймыз, өте жылдам әрекет жасаймыз. Оларда бәрі уақытпен, оларда бәрі асықпайды. Біз енді уақыт қысқа болғаннан кейін оларда бюджетке байланысты ғой, олар енді үлкен бюджетпен жұмыс істегеннен кейін олар асықпай жұмыс істейді деген сияқты. Бізде енді жылдамдықпен жұмыс істеген. Ол бір жағынан дұрыс түсірілім тобына жылдам жұмыс істеу. Өйткені шетелде жұмыс түсіру әрқашанда оңай емес, ақша жағынан да қымбат. Кейде асып түсеміз. Яғни негізі Қазақстан жалпы шығармашылығы тез дамып жатыр десек болады ғой. Негізгі 30 жылдың ішіне қарағанда 30 жыл тәуелсіздігімізге оны егер оны көрсеткіш алатын болсақ, өте жақсы көрсеткіш біздік. Енді Голливудта мысалы мен көрем,
бұрында қатты зерттеуден қанша алады деп ше. Мысалы даже гафердің өзі, осветитель дейді, осветительдің тағы біреуі болады ше. Мысалы біздің составпен, мысалы как футбольный команда десек болады, олардың составы разница бар ма? Мысалға именно бізде 5 адам істейтін жұмысты ол жақта 10 адам жасап алуы мүмкін ба? Олар жаңа бір осветительге там 4-ке бөліп тастап, 5-ке бөліп тастап, сондай бар ма оларда? Бар иә. Аха, енді ол жерде сұрақ неге? Жалпы енді теңгемен өлшейміз ғой Қазақстанда. Олардікін өлшесек, мысалға мен алдында бір кинолар көрем, кассовый бюджеттарын условно бір 30 миллион доллар салады да, 120 миллион, 150 миллион шығарып алады да мысалға. И гонорарларын қарасаң страшно, прям өте страшно. Біздің бір жылда табатын ақшамыз 5 жылда табатын ақшамызды ма бір күнде тауып, бір айда тауып тастайды да. И жалпы сол жағынан мысалға Қазақстанда каждый осы именно сіздің салаңызды алатын болсақ, операторлықтарға, операторлық осветитель, операторский группаға еңбек бағаланып жатыр ма, дұрыс төленіп жатыр ма жалпы? Сіз енді Америкада барып келдіңіз, салыстырмалы түрде. Бізде қазір жақсы, айтып отырмын, тек қана кино техника жағынан емес, даже еңбектің өтеу жағынан да бәрі жақсы. Оператор мысалы сценарист болса, басында ақшасын алды, кетті. Оператор мысалы, сіздер бір предоплатамен жұмыс жасайсыздар ма? Или қалай өзі негізі операторға төленуі? Тағы да ол келісімге байланысты продюсермен. Заң бойынша басында моторға дейін 30% беріледі. Потом процесс басталғаннан кейін ортасында 30% беріледі. Потом кино съемка біткеннен кейін, арасы бір аптадан кейін қалған процент төленеді. Яғни договор жасайсыздар міндетті түрде. Иә, жалпы жастарға да кеңес бересіз, любой проектта договор жасалу керек. Майда проект болса ше бір, клип бірдеңке. Ең басты сенімді компанияға барып, сол сенімді ортамен, басшылықпен жұмыс істеу керек. Яғни бұл жерде компанияға қарайсың, яғни енді бастап атқан, білмейтін біреулер болса, договор жасаған дұрыс. Иә. Жаңа толыққанда айтып кетпедік та. Қазақстанда оператор болу выгодны ма, және плюс-минус диапазон қанша табуы мүмкін? Плюс-минусын келісімге байланысты тағы да. И біз түсірілетін фильмнің несіне историясы дейді ғой, қиындығына байланысты, сменаның көптігіне байланысты деген сияқты. Әркім ары қалай келіседі, біреу 7 миллион, біреу 8 миллион, біреу 10 миллионға келісу мүмкін деген сияқты. Ол келісім, опять ол әркім шешімді өзі қабылдайды, бірге продюсермен отырып ақылдасып деген сияқты. Яғни бір фильмға негізі жаңа скаутинг бар, предпродакшн бар, оператор жалпы мысалы сіз бір фильмға толыққанды фокусыңызбен қанша уақыт бөлесіз? 15 күн дайындық, кейде 20 күн дайындық болады. Опять историяға байланысты. Егер тарихи жоба болса, сен ұзақ дайындаласың. Енді экшн проекттер болса, тоже ұзақ дайындаласың. Өйткені сен біраз локацияны қарайсың, там пиротехникамен жұмыс істеу керек болады, оның бәрін ақылдасасың, қалай түсірілу керек, оның бәрі дайындық керек қой, оның бәріне. Былай шығып барып келіп түсіріпсе, даже кішігірім клиптің өзінде дайындаласың. Қаншама дайындаласың. Яғни 15 күн алдын ала тағы уақыт кетеді. 15 күн минимум. 20 күн, 25 күн, кейде бір ай уақыт кетеді дайындыққа. Ол толыққанда бір күн уақыт па, или там 1 сағаттан, 2 сағаттан ба? Жоқ, жарты күн деп, кейде бір күн деп отырамыз ғой. Среднем осы гонорар, условно 5 миллионнан 10 миллионға дейін диапазон, ол бір айлық гонорар десек болады. Сол жобаның басынан соңына дейін ғой. Дайындығы, түсірілім процестің өзі. Ал параллельно екі жоба алып жүруге бола ма? Жоқ, екі жоба ала алмайсың. Бола алмайды. Болмайды. Өйткені сен айтып, жаңа фокусты бір жаққа қоймасаң, ол екінші жоба, жаңа екемен басын ұстаған суға кетеді. Иә. Ол жұмыс болмайды, сапа болмайды ертең. Ойдағыдай шықпайды. Өйткені ойың екіге бөлініп тұрады деген сияқты. Енді білмеймін, бәрі келісетін шығар. Бірінші бір жобаны бітіп алып, потом екінші жобаға кіріскен. Я просто айтады да, мысалы, ладно, режиссер, условно, монтаж да отырады, там алдын ала сценаристпен түсіретін, басы да полный. Оператор мысалға, там бір кино түсірдің, екінші кетіп қалдым деген секілді тоже. Ол да, ол солай. Но по-любому дайындық болады. Режиссер енді бізге қарағанда көбірек жұмыс істейді. Алдынан өзің айтып, сценариймен көп отырады, дайындалады, потом біздің процесстен кейін ол монтажға көбірек көңіл бөледі, оның дайындығында жүреді деген сияқты. А сіздер именно постта бір процесске қатысасыз ба? Постта сол цветокоррекцияға.
Оператор яғни постта цветокорға қатысады. Цветокорға қатысады, ол міндетті түрде. Ол примерно қанша уақыт алуы мүмкін? Ол опять 10 күн 15 күн тоже сондай алуы мүмкін сондай уақыт, уақыттар кетеді. Енді сен күнде отырмасаң да қасында барып поправкасын қарап деген сияқты. Яғни сіз өз ойыңызды айтасыз, мына жерде мен былай свет қойдым, мына жерде былай қойдым, давай былай. Бірақ енді бұрын солай істелетін, қазір проекттен алдын жаңағы лут жазамыз ғой отырып. Лут деген дүние бар, который сол фильмнің атмосферасын колористпен бірге жасап аласың мотордан алдын. Сол лутты уже неге камераға жазып, камерадан сол лутпен уже көріп отырасың. Почти дайын материалды. Через камераның мониторына шығарасың. Ол лутты потом режиссердің мониторына шығарасың да, и сол атмосферасын көріп отырасың уже. Иә, сразу алдын ала предпродакшнда. Алдын ала өтіп алған дұрыс. Тест дейді ғой, бізде тест шут деген бар. Мотордан алдын біз өтеміз, гримді тексереміз, костюм тексереміз мысалы. Ол грим актерға қаншалықты келіп тұр, дұрыс или келмей тұр, или костюм келе ма, келмей ма, цвет бәрін қараймыз. Тест шутта материал түсіріп аламыз, ақылдасамыз, бәрі өзінің поправкасын жасайды. Потом материалды алып колористке барамыз да жаңағыдай пробный краска жасап. Бұл да предпродакшнға кіреді дейсіз ғой, тест шутқа. Енді қарасаң мына жерде қарап отырсақ, енді былай бізге пока қонақ, енді Нұрекең мен Нұрлан ағамызбен көп жұмыс істегенсіз. Яғни по-моему, My Love is Айсұлу сіз түсірген жоқсыз ба или? Иә, My Love is Айсұлу бар, I Go to School Түркияда бар, и кешегі Америкадан түсіріп келген су жаңа фильмдарыңыз бар, Құдай қаласа. Биыл шығады ғой, Құдай қаласа. Иә, биыл шығатын фильм. Енді осы жерде Нұрлан ағамыз туралы жалпы ол кісінің жаңа осы подкастқа айтып жатсыз, әзілдер бөлек деп. Жалпы сол кісімен жұмыс туралы айтып кетсеңіз, және де ол кісі Қазақстандағы топовый продюсерлардың бірі, жалпы Қазақстан кино индустриясын именно осы халыққа жеткен кино деп айтайықшы. Мысалы қазақ фильмінен қанша жетпей алды ғой. Именно осы Нұрлан ағамыздың түсірген алғашқы кинолары халық көріп бағасын беріп миллиард жинап атты. Осы кино аясында Нұрлан ағамызбен жұмыс істеудің ерекшелігі және соңғы проект туралы айтып кетсеңіз. Так, Нұрлан ағамыз жобаларына келетін болсақ, негізгі алғашқы қазақ кино комедиясын шетелге алып шыққан мықты продюсердің бірі. Сол кісінің фильмдері арқылы біздің халық өте әрбір елдің мәдениетін, дәстүрін жақыннан тани бастады, жақыннан көре бастады. Сол үшін Нұрекеңнің фильмдері өте ерекше, өзінің комедияның жанры бөлек, форматы бөлек Нұрекеңнің. Жұмыс жасау ол кісімен всегда комфортно. Өзің не дейді, тек фильмде емес, түсірілім тобы, площадкадегі атмосфераны, аураны ұстап отыру, бәрін көңілді, әзіл, сондай бір аурасы өте жеңіл адам. Всегда ол кісімен жұмыс жасау, всегда бізге, приятно жұмыс істеу. Голливудта уже екінші кино түсіріп келатсыздар. My Love is Айсұлу Лос-Анджелесте түсірілді. Енді түсірілген жоба ол Чикаго қаласында түсірілді. Басында Нью-Йоркта түсіріледі деген жоба ойда болды, сонымен Чикагоға ауысты. Чикаго енді не дейміз, шетелде айтамын ғой, жаңа всегда түсіру оңай емес. Өйткені ол жақта рұқсат алу, біз мысалы ел Қазақстанда әлдеқайда кино түсіру, рұқсат алу, қалада болсын, көшеде болсын жұмыс істей береміз ғой, кішкене ыңғайлы. Ол жақта әрбір түсірілетін точкаға рұқсат алу керек. Біздегідей емін-еркін жұмыс істей алмаймыз, или емін-еркін машинаны қойып түсіре бермейміз. Ол жақта көшеге, жолға, даже тротуардың өзіне рұқсат алу керексің. Камераны штативпен қоя алмайсың. Енді Нұрлан Қоянбаев ағамызды атап өтетін болсақ, мінекей сіз ол кісімен де жалпы миллиард жинаған кинолардың қатарында бар, екі кинода. Енді бұл жерде именно осы Голливудтағы жұмыс, мысалы Түркиядағы жұмыс, ішкі процесстерін мысалы айтып өтетін болсақ, условно сіздер ол жаққа камераны барлығын осы жақтан алып кетесіздер ме өздеріңіз? Техника. Камераны өзін алып кетеміз, қалған бөліктері бұл, штативтер бар, батарейкалар бар, қазір батарейканы алып өту кішкене қиындау. Авиакомпанияның несі бойынша кейде самолетті рұқсат бермейді батарейканы алып өту. Қазір пауэрбэнкті алып өту қиындау болып кетті.
сол сияқты кино камераның батарейкасын алып өтудің өзі қазір қиындау. Сол үшін мен ондай комплектующий заттар біз ол жақтан аламыз. Ол жақтағы местный рентал компаниямен кездесеміз, келісеміз. Бізге керек техникалық толықтыратын дүниелерді сол жақтан аламыз. Яғни уже сіз в принципе ниетіңіздің арқасында осындай үлкен скоростьпен жетіп отырсыз. И осы жерде тағы бір атап өтетін бір үлкен тақырып, жаңа кинопарк KZ-тің жобасы, қазір енді сатып деп жатыр. Tiger Films. Енді сіз сол жерде сол жоба туралы толықтап айтып өтсек. Мысалы, ол жерде операторлармен негізі как сіздер штатник сияқты болып саналасыздар, получается, иә? Штатник емес, сол жоба партнер ретінде. Мысалы, жобаларды ол ұсынып отырады. Мысалы, бүгін осы жобаны жасасақ, келесі мына жоба болады деп, ол кісілер өзі бізге ұсынып дайындап отырады. Сценарийді дайындап, режиссерлармен сөйлесіп, біз енді бір жобаны бітіріп, сол екінші жобаға келеміз негізі. Ол жерде сізден бөлек тағы, например, қанша оператор жұмыс жасайды? Ол бір уақытта 2 жоба түсіріп қалуы мүмкін, 3 жоба бастауы мүмкін. Сол кезде енді бір уақытта енді мен бір уақытта 2 кино түсіре алмаймын ғой. Мысалы, осы айда мен кіріссем, осы айдың ортасында басқа бір жоба бастауы мүмкін олар. Тағы бір оператор, қосымша операторға шақырылады. Ешқандай процесс тоқтамайды, жұмыс істеп отыр. И осы жерде бір жақсы сұрақ алдын Азекеңе де қойып, Қазақстанда жалпы ер азамат көп та операторлар. Қыздардың шансы бар ма оператор болуға? Бар, иә. Оған жалпы оқу орындарында нормальный оған қарайды, то есть бөлмейді. Қыз оператор болса. Жоқ, онда бізде бөліп жармайды. Мысалы, қыздарда бар, ол керек негізі. Өйткені енді әлемде бар ғой, мысалы Европада бар, Голливудта бар, бүкіл әлемде бар қыздар операторлар. Қойшы, бізде ол енді керек, болу керек, өйткені олардың да шектеуге болмайды. Тек бұл ер адам болу керек, кинооператор деген ол тоже. И режиссер жағынан да мысалы тек қана ер адам емес, қыз балаларда болу керек. Енді қаншана жалпы өзіңіздің бір болады ғой, бір отказ берген кезіңіз болды ма? Енді сіздің сөзіңізді тыңдап отырсам, сіз барынша проектқа барынша отказ бермеуге тырысатын сияқтысыз. Но бір момент болды ма, когда жоқ, мен бұл нәрсені түсірмеймін, бұл менің принциптарыма қарама қайшы деген секілді? Мен уақыт жағынан тура келмеген кезде отказ берген болмаса, былай мүмкіндік болса, енді ешкім бетін қайтармайсыз. Енді мысалы мен тек қана бір режиссермен емес, енді разное видение дейді, әрқандай көзқарасы бар режиссермен жұмыс істеймін. Сол үшін көбірек жаңағы не дейді, бос уақытты көп не қылмай, шанақып жаттығып тұру дейді ғой, как тренировка дейді. Мүмкіндік болса кейде паузаның өзі де әсер етеді адамға. Мына соншалықты киноны түсіріп жүріп, арасында демалыс уақыты бола ма? Қалай демаласыз? Или вообще жоқ, пауза керек емес, только алға дейсіз ба? Енді демалыс кездері болады. Өйткені сценарий күтесің, жазылып жатады, ол дайындалды сценарий бірден жазып әкеле салмайды, ол бірінші драфтпен келеді, ол поправка жасайды, екінші драфт жасайды, үшінші драфт деген сияқты. Сол кездері енді жаңағыдай отбасымен или достармен отырасың, фильм қарайсың деген сияқты. Көбінесе енді дайындық қой, ізденіп отырасың. Қандай мысалы айтады, келесі жоба осындай форматта болады, или мынандай жанрда түсіріледі деп. Соның несін пока біз уақыт бар кезде соған өзіміз отырып дайындаламыз. Қазір оператор жалпы креативті сала модада десек болады. Бұрындары мұнайшы, қаржы, юрист модада болса, қазір креативті сала оператор, видеограф, мобилограф деген сияқты. И осы орайда бізде универлар жетіспей жатқан секілді. Менің зерттеуім бойынша. Потому что көп танысым бар, монтажер болғысы келеді, не болғысы келеді, бірақ басқа бір какой-то бір кішкентай бір басқа мамандыққа түсіп кетіп жатады ше, бухгалтерға, мұғалімға түсіп кетеді. Осы орайда сіздің енді профоператор ретінде жалпы бір оқу орнына барып сабақ беру немесе өзіңіздің жеке оқуыңызды ашу жалпы жоспарда бар ма? Ойда бар, бірақ уақыт қазір тапшы болып тұр. Егер ұсыныс болса, жасап көруге болады. Жалпы білім беріп, біліміңізбен бөлісуге ниет бар. Ниет бар. Мінеки Қанатжан ағаны бәріміз жабылып сұрайық те. Менде де көп оператор кісілерді білемін, бәрі бөліскісі келеді, бірақ
бәрінде, киношниктарда, бірақ проблема уақыт жоқ. Сол үшін Құдай қаласа Қанатжан ағамыздың уақытты болғанын күтейік, иншалла. Сол мінекей алдарыңызда болған Қазақстанның беделді бетке ұстар киноиндустриясын дамытып жүрген бірден бір ағаларымыздың бірі Қанатжан Мырзағалиев ағамыз. Келгеніңізге рахмет. Және де Құдай қаласа осы подкасттан бір инсайт алатын жас буын болса да, мен ойлаймын, сол сауап, мешіт салғанда әр намаз оқыған сауап сол салған адамға тиеді дейді ғой. Сол сияқты осыны көрген әрбір жанның сауабы Құдай қаласа сізге, бізге тиіп отырсын. Все, рахмет. Біраздан бері жаза алмай жүрдік.